Қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен Pascal программалау тілінде жазбалар рекорд дейтін бөліммен танысатын боламыз. Жалпы жазбалар не үшін керек, жалпы қалай қолданылады, онымен амалдарды қалай қолдануымызға болады дейтін сұрақтарға кеңінен жауап алып көреміз. Әуелі бірінші теориялық бөліміне назар аударып көрейік. Жазбалар, типті сипаттау. Алдыңғы тараулары тек бір типті компоненттерден тұратын жүйелі типті мәліметтердің түрлерімен таныстық. Программалауда қандай да бір объектіге қатысты әртүрлі мәліметтерді жинақтап қарастыру жиі кездеседі. Ол үшін Pascal'да жүйелі типті мәліметтердің басқа түрі аралас типті мәліметтерді қолдануға болады. Жазба деп компоненттердің саны бекітілген, құрамы немесе бір типті құрылымданған мәліметтерді айтады. Мысалы, студент туралы мәліметтерді аты, фамилиясы, туған жылы, мекен-жайы тағы басқа бір топқа біріктіріп жазба түрінде қарастыруға болады. Жазба компоненттерін өріс деп атайды. Жазбаны сипаттау рекорд қызметі сөзінен бастап end қызметі сөзімен аяқталады. Араларына өрістердің идентификаторлары мен типтері келтіріледі. Жазылуы type типтің аты, record тең қойылады. Бірінші өрістің идентификаторы, қосынекте бірінші өрістің типі дәл солай кете береді. Var жазба атауы және оның типтің атына сәйкес келуі керек. Негізі қысқаша осы. Одан кейін керек болатын өз операторы. Бұл өз операторын есеп барысында айтып кетпесе, қазір мына жерден түсіндіру қиын болуы мүмкін. Жазбаға кіріспес бұрын ең алдымен уже түсінікті болуы керек, не туралы кетіп жатқаны. Әрине осыған ұқсас жалпы Office пакетінде база данных дейтін Access дейтін программа бар. Қазір соны қысқаша таныстырып кетейік. Бізде қазір қарастыратын мәселе студенттер туралы, оның аты, фамилиясы, туған жылы, мекен-жайы тағы басқа. Microsoft Access туралы бейне сабақтар жалпы программалау тілінен кейін бөлек бір сабақ болады, оған жеке тоқталамыз. Ал қазірше біз рекордты осы жерде түсіндіретін боламыз. Мысалға код дейді, жарайды. FIO, оның типі болады арнайы, текстовый біздің Pascal тілінде string. Туған жылы, ол бізде дата рождения, дата время болатын болса, ал бізде немесе туған жылының өзін шашып жіберуге болады. Туған күні енді осы жерде болады бізде. Числовой, ол бізде integer. Туған айы, ол да бізде числовой болады. Pascal'да ол integer. Туған жылы. Бұл да числовой қойға болады, немесе дата время қоюға болады. Мекен жайы, жалпы оның бәрін соза берген қатты қызық емес. Біздегі айтып жатқан мәліметтерді білсек жеткілікті. Біткеннен кейін енді осы мәліметтерді толтырып шығамыз. Туған күні бізде числовой кетеді, 15 айы, 10 айда, туған жылы календардан қарай салуға болады, немесе мекен жайы осылай кете береді. Енді осынша көптеген студенттер туралы мәліметтерді алу үшін мынаның барлығы таблица 1 дейтін бізде ол рекордтың аты. Бізде ол мына жерде келіп тұр, рекорд типтің аты бізде қазір Access'те ол таблица 1 деп аталады. Қазір дәл осыған ұқсаған программаны біз Pascal программалау тілінде құрып көретін боламыз. Бұл жердегі айтайын дегеніміз біздің негізі қалай болып жатыр, жалпы өтілетін тақырыптың байланысы не тақырып екенін білу үшін ғана түсіндіріп жатырмыз. Енді шағын есептерге кірісетін болсақ, бірден ABC Pascal'ды ашып, қысқаша осыған ұқсаған есептерді қарастырып көрейік. UseCRT type бөлімінде жазылады деп айттық. Student, жаңа біздің таблицаның аты тең кетеді. Оның типі record. Рекордын біз жаппаймыз, сол үшін де осының ішіне кіреміз. Енді осының ішінде кім керек?
FIO типі string. Енді осы жерде оның несін беруге болады? Типін бергеннен кейін, мысалы бірінші өрістің типі string болса, оның жанында тағы да string, біз алдың жолдар дейтін тақырыпта өткен болатын. Біз оның жанына неше ат саннан тұратын жазуға да болады. Болмаса ол 255 екені белгілі. Мысалға 30 деп қоя салайық. Жалпы FIO, мысалы 40. Жалпы фамилиясы, имя, отчествосы жалпы 40-тан аспау керек, оны уже біз білеміз. Оның ішінде ары қарап аты, фамилиясын біріктіріп жібердік. Туған жылы дейді бізде. Жаңа аксесте біз шашып жүрген сияқты. Pascal программа тілінде жазбалармен жұмыс жасаған кезде бір жазбаның ішінен тағы да жазба ашып кетуге болады. Ол не деген сөз? Мысалға, туған жыл деп аталатын болса, мысалға оның типін integer деп беруге болады. Ал бізге оның ішінде айы, күні, жылы керек болатын болса, және осыған ұқсаған бір суретті қарастырайық. Анкета студента дейді. Дата рождения год, месяц, день дейді. Бір дата рожденияның өзін үшке бөліп жіберуге болады. Яғни осының өзін үшеуін дата рождения деп аталатын рекорд ашуға болады. Адрестің өзіне рекорд ашуға болады. Қазір бұған кейін қайтып ораламыз, ал қазірше бірден жазып кете беріп үйренейік. Мысалға, туған жылдың өзін рекорд деп алайық. Рекорд. Алдыңғы рекорд тең болатын болса, осы рекордтың ішіне кірген рекорд қос нүктемен аталады. Ол да жабылмайды. Оның ішінде күн. Білеміз, күн тең болады бірде, диапазон 31-ге дейін. Одан артық күндер болмайды. Немесе integer тип бере салуға да болады. Айы тең болады бірде 12-ші ай. Жыл. Жылды integer деп беруге болады. Немесе оған да диапазон беруге болады. 1990-нан бастап 2016-ға дейін. Туған жылы кетті. Мына жерге мысалға мекен жай string, мысалға мекен жай 20 болсын. Енді теорияға қайтып оралайық. Әрбір type бөлімінде, яғни рекордтың өзінің end'ісі болады. Ал егер бір рекордтың ішінен тағы рекорд ашыла беретін болса, ол end'імен жабылады. Бірінші end'і мына рекордтың end'ісі, екінші end'і жалпы студент атты рекордтың end'ісі. Біз жалпы type бөлімін бітірдік, яғни бізде студент деп алатын болсақ, студенттің ішіндегі кез келген компонентмен қолдана алу беруге болады. Енді кәдімгідей айнымалар қолданамыз. Мысалға, А тең болады студентке. Ол не деген сөз? Менің А деген типім, осының АА, осының ішіндегі кез келген мәліметтерге қолжетімді бола алады. Қазір түсінікті болу керек. Begin write-ln студент FIO деп жаза салайық. Одан кейін read. Енді осы жерде қараймыз, біз нені жазайын деп жатырмыз. А-ны жазамын, нүкте қоям. Оның ішінде А бізде студентке тең, студенттің ішіне кірдім. Оның ішінде мен FIO-ны жаза аламын. Мына жерде нүкте қойғаннан кейін қайсын қолдануға болады. Сол туралы мәлімет менде бар. FIO-ны қолдана аламын. Write-ln мекен жай. Мекен жай. Қос нүкте. Read. А string, А уже мен студенттің ішіне кіре аламын, нүкте қоямын. Оның ішіндегі мекен жайға
мекенжайды енгіземін. Врайталын. Енді туған жыл, туған жыл. Немесе бірінші күн жазайын. Туған күні. Read. Стринға студенттің ішіне кірем. Оның ішінде екінші рекордқа кірем. Туған жыл. Оның ішінде мен кіремін. Күніне кірем. Бұл жерде барлығы түсінікті шығар. Дәл осылай. Брайтон. Туған айы. Осы нүкте. Read. Стринг. Оның ішіндегі туған жыл. Оның ішінде маған керегі ай керек. Одан кейінгі врайталын. Туған жыл. Рекорд. Ридалын. Рид немесе. Нүкте. Туған жыл нүкте. Енді керегі маған жылы керек. Болды. Енді осы аталған студенттерді экранға шығарайық. Бір врайталын жібере салуға да болады пробел ретінде. Врайталын енді экранға шығарамын. Аты үтір. A.FIO үтір. Немесе апостроф жіберем. Үтір. Аты мекен жай. Үтір. Мекен жай. Үтір. Апостроф тағы біреуін жіберем. Үтір. Екі апостроф. Туған күн. Үтір. Туған жыл. Күн кетеді. Үтір. Апостроф. Пробел. Үтір. Тағы апостроф. Туған айы деп жаза салайын. Айы. Үтір. Туған жыл. Айы. Үтір. Апостроф. Жыл. Енді бұл өте қарапайым әрі тиімсіз нұсқасы. Бұл жерде біз тек қана кішкене түсінікті болсын, не қалай жазып жатыр, сол үшін ғана жазып жатырмыз. Жылды мен не үшін жаздым? Айы. Апостроф қаламын. Пробел кетеді. Тағы пробелге. Айы. Үтір. Туған жыл. Жыл кетеді екен ғой. Мына жерде жылы болады. Осымен бір студент туралы мәлімет аяқталады. Енді Shift F9. FIO. Есенбеков. КС. Мекен жай. Не дейді? Неге врайталын FIO кетеді? Мекен жай. Дұрыс. Қызық. FIO. Туған күн. Жарайды, туған күн жазып көрейік.
5 ай 10 ай, туған жылы 1992. В мекенжай, опа, бізде мекенжайы жазылмады дейді. Так, мекенжай, жарайды, бір эндіні мына жерден жауып көрейік. Енді Shift F9, туған жыл, болмайды екен. Жалпы қарапайым түрі осы. Осы аталған есептердің ішінен кез келген студенттерге, мысалға, бұл жерде бір ғана студент келтірілген. Егер бір группада 25-30 студент болатын болса, әр қайсысына жеке-жеке тоқталуға болады. Ол үшін массивті қолданамыз. Әрбір массив белгілі бір студент үшін қолданылады. Мысалы қарайтын болсақ, мысалы студент, мысалы маған мекенжайын алып тастайық, туған жыл тұра берсін. Және бір белгілі бір сабақтар орындалсын. Мысалға, жаңағы суретке қайта ораламыз. Адрес, город, улица, дом, квартира. Одан кейін курсы, одан кейін группасы кетеді. Жалпы қазір бірінші осы студент анкетасын жасап береміз де, одан кейін белгілі бір есептің, мысалға, бағалардың, алған есептерінің ортақ бағаларын, немесе бір жалпы студенттердің ішінен бір іздеген студент туралы мәлімет алатын программасын құрып көреміз. Қазір бірінші мына суреттегі есепке мән берейік. Uses CRT, type student, тең record. Оның ішінде FIO тип string тесте жазып кете салайық. Пол, бұл жерде пол логикалық болуы да мүмкін, немесе char типті болуы мүмкін. Немесе жақшаның ішінде M өтір, немесе мужской, немесе женский болуы мүмкін. Одан кейін дата. Датаның өзі рекорд болады. Рекорд. Оның ішінде год, integer, месяц тең болады 1-12, день тең болады 1-31-ге, енді адрес, рекорд, оның ішінде город, string, улица, string, және дом. Дом номері integer. Енді одан кейін курс, ол тең болады 1-ші және 5-ші курсқа дейін курстар номері болуы мүмкін. Және группа. Группа, string. Енді түрбітте var, begin, енді var ала салайық. Shift F9. Енді нүкте Shift F9. Міне алдарыңызда жалпы студенттердің анықтамасы кетті. Енді осы, бұл біз енді жалпы осы суреттегінің рекордын құру болған мақсат. Барлығы құрылды. Мына жерден түсініксіз бөлім жоқ деп үміттенеміз. Енді уақыт қатты созылып кетті. Біз енді қарапайым бір мысал шығарып, шын бір іздеген сияқты болып, және оның ішінде with операторының не екенін таныстырсақ, осымен есепті аяқтауға болады. Өйткені рекорд өзі осындай көп уақыт алатын сабақ.
оны екіге бөліп отырудың қажеті жоқ шығар. Аса қатты оңай емес. Шарт оператор қолданады, массив қолданады, сол сияқты. Қазір біз оның бір екеуін ғана қолданатын боламыз. Use CRT type бөліміне кірем. Student немесе кез келген мәліметтер қорына қатысты есептердің барлығын осыған ұқсатып шығарып кете беруге болады. Машина туралы анықтама беруге болады. Типа сол сияқты. Аты string, баға 1, мысалға математика, mat integer, биология бағадағы integer. Енді екеуінің бағасы, енді бізге керегі массив керек. Массив не үшін керек? Ол студенттердің санына байланысты. Біз білеміз, әрбір ұяшығы студент болып табылады. Ол үшін A array, мысалға бір группада болады 25 студент. Кез келген сан бере беруге болады әрине. Of, енді осы жерге типім менің студент болады. Ол не деген сөз? Әрбір ұяшық студентке тең, яғни әрбір ұяшықта аты, математикалық, биологиялық бағалары туралы мәлімет бар. Integer мен n, қазір не үшін керек екенін көреміз. Integer, begin, write-ln, student санын енгіз. Read n, яғни n бізде студенттің саны. Онда for операторы белгілі болды. I1 to n do, яғни неше студент бар, сонша студент туралы хабарлама беремін. Write аты, қос нүкте, read-ln, мына жерде write и read-ln болады. Жаңағы алдыңғы мысалда қате, осыда write және read-ln дұрыс. Write және read-ln кетеді. Read-ln a точка, яғни мен массивте тұрмын, a массиві, оның ішінде итая точка, аты қателеспесем, дұрыс. Әрбір итая нешінші студент болса, сонша рет цикл қайталау керек. Write, mat, апостроф, математикада алған бағасы, read-ln, a массиві, итая, оның ішінде маған керегі математика. Егер басқа рекордтар болатын, сол рекордтардың ішіне кіріп кете беруге болады. Write, биология, read-ln, a массиві, оның ішінде биология. Енді шарт беруге болады. Егер, ол не деген сөз? A массивіндегі точка аты тең болатын болса, мысалыға құрбан деген студентке, онда экранға оның бағаларын шығаруға болады. Математикасы тең үтір a итая точка, үтір a итая точка, маған тек шығару керек еді математикасы. A итая аты тең болатын болса, осындайға, онда
Так. Дұрыс қой. Онда тек қана аты ғана керек шығар. Қазір көреміз. Тұр A точка. Это точка. Математикасы шықсын дейік. Енді. Shift F9. Ай. Shift F9. Бәсе, енді дұрыс болды. Студент санын енгізіп, мысалға 3 студент бар. Аты. Не болып кетті мынау? Аты. Ладно, көрейік. Математикада алған бағасы 5, биологияда алған бағасы 4. Так, аты тең келді, құрбан дейтін. Оның бағасы, математикадан алған бағасы шықты дейді. Қазір студент санын енгіз. For it to end do. Begin. Кешірім сұраймын. End болмайды ма? Екі немесе одан оператор болатын болса, қателеспесем, студент санын енгіз үшеу. Бәсе аты. Оның ішінде құрбан. Математикадан алған бағасы 5, биологиядан алған бағасы 4. Екінші студенттің аты Марал. Математика алған бағасы 4, биология 4. Үшіншісі Ерғазы. Математикадан алған бағасы 3, биологиядан алған бағасы 3. Енді осы жерге тағы да for операторын жіберетін шығармыз. Шарт орындалу үшін. Begin. Енді студент саны 1, мысалға. Биология. Енді шықты, совпадение келді, шарт орындалды. Құрбанға тең болатын болса, математикасы 5 болады. Тағы бір рет түсінікті болсын жіберейін. Енді студент саны ағылшынға ауыстырамын 2. Құрбан, математика 5, биология 5. Екіншісі Ерғазы, математика 3, биология 3. Математика 5 дейді. Ол деген сөз менің именно оның ішінде алған құрбанның математикасына шарт бердік. Егер аты тең болатын құрбанға. Бұл жердегі шарт не деген сөз? Кез келген шарт орындала беруге болады. Не только бұлай for операторын қолданып тағы ішіне бағаларын салыстыруға болады. Математика алған бағалары тең болатын болса, общий бағалардың қосындысы, одан кейін проценті, стипендия алатын, алмайтын деген сияқты есептер шығаруға болады. Видео қатты ұзап кеткенде шығар. Осымен біз бүгінгі жазбалар дейтін сабақты аяқтаймыз. Сұрақтар болатын болса, түсінбеген жерлер болатын болса, комментарийге жазамыз. Келесі сабақтарда жүздескенше аман сау болыңыздар. Жаңа есептің соңында with операторын айтамыз деген едік. Ұмытып кеткен екенбіз. Жаңағы қысқартылған версиясы with оператор деген жалпы бір немесе екі әрекеттер көп келе беретін болса, оларды жазуды қысқарту деп айтады жалпы. With, мысалға, A точка жылдар do болады да, сонымен мыналарды қысқартып тастауға болады. Барлық A жылдар дейтін сандардың сөздерін бәрін алып тастауға болады. Сол кезде күні, айы, жылы деп жазып кете беруге болады. Shift F9. Read A, do, begin. Енді Shift F9 міне. Бірінші енгізу керек атын, одан кейін күні, оны, одан кейін айы, 10-шы ай мақұл, 5-шы ай, одан кейін жылы 1992. 10-5-1992. Дәл осы жерде де, мына жерде write алынды.
with, a, do деп жердегі бәрін аларын алып тастауға болады. Аты болады сол кезде жылдар К, жылдар А, жылдар Ж. Немесе сәл басқаша жолдармен істеуге болады. Бұл жерде қысқаша жай ғана with операторды не үшін қолданатынын түсіндіріп кеткен болып отырмыз. Мысалға дәл осы жерде де, мына жерде with, a, do деп атын ғана жазса, Shift F9 программа жұмыс жасап береді. Күні 10.06.1992 мен программа жұмыс жасап тұр. With оператор негіз қасиеті қайтадан отырған сөздердің барлығын бір топқа жинау үшін қолданылады.